Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Жаңа Қазақстанның кезекті түсірілімі. Бұл аптада да сан түрлі жаңалықтар болып жатыр. Соларға біз өзіміздің көзқарасымызды білдірмес бұрын, өткен аптадағы түсірілімде уақытым жетпей қалған тағы бір мәселені біз естеріңізге салып, соған байланысты көзқарасымызды айтсақ, бұл ескерткіштердің мәселесі. Қазақстандағы тәуелсіздік алғаннан кейінгі ескерткіштер. Ұмытпасам, мынау Жәнібек пен Керейдің ескерткіші алғаш қойылған уақыттарда алғаш үлкен сөз болды, шу болды, ақырағында ол ескерткіштер алынып тасталды. Бірақ одан кейін содан сабақ алған билікті көрген жоқпыз. Тағы да жаңа не дейміз, әлі иіні қанбаған бір қайнау ішінде не болмаса адам қорқатын түрінен неше түрлі ескерткіштерді халықтың алдына ұсынудан ешкім таймайтын сияқты да. Ол мысалы Абай мен Достоевскийдің ескерткішін көріп адам шошып кеттік. Одан кейін Әлия Молдағұлованың ескерткіші ағаштан салған. Ақырағында кеше жаңағы Дінмұхамед Қонаев ағамыз қойған ескерткіште үлкен сынға ұшырады. Мен бұл жерде бір нәрсе айтып кетейін деп отырмын да, көбінесе біз сол облыстың әкімі қайда қарайды тағы басқа дейміз. Әңгіме онда емес. Мен бұған бір араласқаным бар. 17-ші жылы Алашордаға ескерткіш қоямыз деп біраз жүгірдік, жақын арада оны қойдық та. Әңгіме сол уақытта оның екі үлкен комиссиядан өткенін көрдім мен. Әуелі облыстық комиссиядан өтеді екен. Ол комиссия қарап, оның жағы не дейміз, несін, идеологиялық бағыты, оның тұрпаты, осылардың бәрін қарайды. Одан кейін ол республикалық комиссияға жібереді. Жылына бір рет республикалық комиссия болады екен. Сол комиссияда 25-30 жан-жақтағы саланың азаматтары, суретшілер, мүсіншілер, олардың бәрі жиналып отырып, ананы қарап, сосын барып қана шешім шығарады. Сол шешімнен кейін ескерткіш қойылады. Демек, біз мәдениет және спорт министрлігінің комиссиясын айтуымыз керек те, өзіміздің ренішіміз. Неліктен осындай ескерткіштердің өмірге келіп жатқан әңгіме Дінмұхамед Қонаевтың ескерткіші ғана емес. Және бір жаңа не дейміз, бір ғана мәселе емес, бұл осы бір дәстүрге, заңға, салтқа айналып бара жатыр. Бұған жауап беріп жатқанда да көріп отырған жоқпыз. Иә, ойбай кешіріңіздер деп алып тастайды, халық шуласа. Әйтпесе сол күйі қалдырады. Осының бір, білмеймін енді, осыны қалай түзейміз, әйтпесе осыған қандай осы мәселені өзгертуге болады. Неліктен осындай ақымақтық ескерткіштеріміз көбейіп бара жатыр. Осыған байланысты бір ауыз пікірімізді айтып кетейік. Ескерткіш жалпы кез келген халықтың өзінің өткеніне, бүгініне, керек десеңіз болашағына деген көзқарасынан туады ғой. Ол ескерткішке лайықты болу үшін адам лайықты өмір сүру керек, қоғам оны мойындау керек. Неге дәл осы тұлғаға ескерткіш қойылып жатыр деген әңгіме болмау керек. Сондықтан мен ойыңызбен толық келісем. Шынымен де бұл жерде жергілікті органдардан гөрі орталық органдардың жауапкершілігі. Мен екі нәрсе айтайын деп едім. Біріншіден, біздің қазіргі, қалай айтсам екен, біздің қазіргі заманда өткендегі ұлыларға ескерткіш қою саясаты елдегі жеке басқа табыну, елдегі тарихтың тек қана 91 жылдан бастап ерекше кезең деп атап, қалған кезеңдерге селқос қарайтын үлкен саясаттан туып жатыр. Әйтпесе Дінмұхамед Қонаевқа ескерткіш бақанаста емес, Астанада тұру керек қой. Астананың бір алаңында, міне біздің талай жыл мемлекетті басқарған, осы мемлекеттің жаңағы көркеюіне, өркендеуіне үлес қосқан, халықтың шынайы ілтипатына ие болған тұлға деп, мемлекет басшысы деп. Бізде мемлекет басшысы, елбасы деген сөз бір адамға ғана айтылып қалды да, сондықтан соның тасасында, көлеңкесінде тек қана Қонаев емес, оған дейін де біздің елді басқарған лайықты азаматтар аталмай жатыр. Сондықтан меніңше біз жалпы ескерткішке көзқарасты осындай бір моральдық, дәуірлік деңгейден өзгертуіміз керек сияқты. Кейде бір саяси конъюнктураға, бір хайптың, фейктің арқасында кетіп қалады, бірақ сол хайптарға төтеп беретін тұлғалар бізде жетерлік. Ол халықтың санасында о бастан екшеленіп қойған, олай айтсақ халықтық комиссия шешіп қойған, кімге қай жерде ескерткіш лайықты деген. Сондықтан ол бір. Екіншіден, мен өзіме ұнамайтын кезінде бір мақала жазғанмын. Абайдың ескерткішін Атырауға қояйық, Құрманғазының ескерткішін Семейге қояйық, Жамбылдың ескерткішін Қостанайға қояйық деген сияқты. Бізде бір сол ұлыларды бір аймақтандыру, солардың деңгейін түсіру бір тенденциясы бар. Әйтпесе
әрине әркімнің өзінің кіші отаны бар, туған жері бар, ол жерде музей болады, тұрған үйі болады, ортасы болады, ол жерде бәлкім бір тарихи тұрғыдан бір объектілер керек шығар, бірақ ұлықтау деңгейіне келген кезде сол әрбір бір ауылдан шыққан қазақтың ұлысы өз ауылының ғана түлегі емес, бүкіл қазақтың ортақ құндылығы деген бір әлі бізде ондай идеология санаға сіңген жоқ. Сондықтан ондай тұлғаларды халық біледі, олардың ескерткіштері Алматы, Астанада тұру керек, және де олар халықты біріктіретін, ұлтты ұйыстыратын тұлға болу керек, әйтпесе жасыратын жоқ. Осы әркім өзінің жерлесін, шыққан жерінің түлегін мақтап кетеді ғой, несін жасырайық, ол жазушыларда да бар, өнер қайраткерлерінде бар. Меніңше ескерткіш мәселесінде анау эстетикалық тұрғыдан гөрі осындай бір терең мәселелер қозғалу керек сияқты. Енді Әбеке өзіңіз айтып кеттіңіз, ескерткіш бұл сол елдің, сол ұлттың тарихқа деген көзқарасы, соны ұлықтауы, айналып бергенде өзіне деген көзқарасы. Сонымен қатар ескерткіш бұл сол елдің өзінің тарихи тұлғаларына, қайраткерлеріне деген көзқарасы, ізеті, әсіресе келешек ұрпақ, өскелең ұрпақ үшін біз кімбіз, біз қайдан шықтық, біздің ұлыларымыз кімдер деген ой салатын өте маңызды, меніңше идеологиялық, тек қана ескерткіш қана емес, идеологиялық осындай маңызды бағыт. Өкінішке орай жаңағыдай әттеген-айлар, иреніштер соңғы жылдары әсіресе көбейіп кетті. Менің ойымша шын мәнісінде бұл жерде тек қана бір шенеуніктердің ғана емес, бір азаматтық қоғамның бір сүзгісінен өтіп, соның бір мақұлдауын алып жасау керек. Сөйтетін болса, бәлкім жаңағыдай бір ұсқынсыз дүниелер болмас еді, менің ойымша, бірінші жағы. Екінші жағы, жалпы біздің осы монументализм дейміз бе, ескерткішті орнататын орындарды бір баяғы советтік бір дәстүрлерден шыға алмай қалатындығы, бір шаблон, қатып қалған бір сондай бір статикалық бір дүниелер, негізі меніңше заман өзгеріп келе жатыр. Оның ішінде мүсін өнеріне қатысты жақсы бір мүмкіндіктерді пайдалану керек. Барлығымыз енді өтіп шетелге шығып жүрміз ғой. Еуропадағы ескерткіштерді, монументтерді қарайтын болсақ, қандай енді динамикада кәдімгідей ой салатын, Черчилльдікі, Шарль де Голльдікі, тіпті алыс шетелге бармай-ақ, жақын өзіміздің қырғыз бауырлардың жақында ғана өздерінің ғұлама жазушысы Шыңғыс Айтматовқа, бүкіл түркі әлемінің мақтанышы, қандай керемет ескерткіш орнатты. Талғамдық жағынан да, енді ой салу жағынан да, көркемдік жағынан да. Менің ойымша бізде де бұндай специалисттер бар, бірақ соларға жол беретін болса, жаңағыдай бір корпоративтік мәселелер емес, шын мәнісінде қолынан іс келетін, өзіміздің абайымыз болсын, шәкәрімдерім болсын. Содан кейін меніңше сол шаблондардың тағы бірі, әсіресе мына батырларға келгенде, сұлтандарға келгенде, сол аттың үстіне отырғызу. Әрине бұл да қажет шығар, тек қана сол шаблонды қазір көреміз, жерде, облыстарда жүргенде, барлығы сол аттың үстіне отырғаны, басқа да бір көріністерін меніңше жасауға, бұған бір ізденпаздықпен келуге болатын сияқты бір мәселесі. Енді ескерткіш атауының барлығы бұл мемлекеттің символы. Өзіміз үшін, бізге шетелден келген меймандар үшін бұл кімнің жері екен, бұл жерде кім кезінде билік құрған екен, қандай ғұламалар болған екен дегенде тұрғыда. Осындай рәміздердің тағы біреуі жалау мәселесі. Өткен апталарда бірталай хайп болған тақырып, ат шулы Бораттың фильмі шыққаннан кейін түрлі ойлар болды бұл тұрғыда. Бірақ меніңше бұл жердегі бір жағымды жаңалық, басқасын былай қойғанда, бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың кезінде ешбір қисыны жоқ шешімді алып тастау керек дегені. Менің айтып отырғаным, мынау ұлттық жалауымызды, ұлттық туымызды азамат жаңағыдай өзінің үйінде, өзінің пәтерінде іліп қоятын болса, балконнан, сол үшін жауапқа тарту. Енді еш ойға кіріп шықпайтын дүниелер, бірақ бізде қандай енді тараптар кімдер екендігі осындай бапты енгізіп жібергені заңға. Кезінде сол үшін айыппұл төлеткізгені. Енді мемлекетшілдікке, мемлекеттік символды бұдан былай кемсітуге, бұдан артқан қандай шешім шығаруға болады, қандай іс істеуге болады, мен тіпті елестете алмаймын. Кеште болса осы мәселенің алып тасталғаны, жаңа Бораттан кейінгі хайптан кейін. Меніңше бұны да жағымды жаңалық жасау керек. Жалпы өзіміздің символдарымызды егер халық соны сүйсініп, жалауын іліп,
шапанын киіп, я болмаса жаңағыдай мүсіндерін, ескерткіштерін қоятын болса, бұл құба-құп дүниелер. Қайта осыны меніңше билік, мемлекет барынша қолпаштау керек, барынша мүмкіндік беру керек. Мынау Түркияға барғанда, сол аэропорттан шыққанда барлық жерде ілініп тұрған Түркияның жалауларын көресің. Әрбір үйден, әрбір терезеден соның жалауларын іліп қойғандығы, еліне деген мақтанышы, бұл кімнің елі екендігінен бірден түсініп беретіндігі бізде осы соңғы уақытта заңмен қудаланып берген болатын. Адамдар өзінің жалауын жаңағыдай тағып, көтеріп, ұлықтап жүретін болса. Меніңше, осындай дүниелерді кеште болса бастап отырғанымыз, соған бір жол беріп отырғанымыз, заңдастырып отырғанымыз әбден дұрыс. Осы тақырыпты жинақтап, мен соңғы бір репликаменен осы тақырыбымызды аяқтайық. Бұл жерде мен екі мәселе айтқым келіп отыр да, бірінші жаңағы жалау туралы айтқаның Расул өте дұрыс, бірақ осы жалау туралы алғаш рет заң қабылданған уақытта осы сен айтқанның бәрі айтылған, халық айтқан, неліктен біз жалауымызды іліп қоймаймыз, неліктен біз ол жалау бізге әр жерде тұруға тиіс емес, неліктен ондай жерге тыйым саласыңдар деген мәселе айтылды. Билік оған құлағына қыстырған жоқ, парламент құлағына қыстырған жоқ. Енді бүгін келіп соны қайталап орнына келтірейік деп дұрыс жағдайға алып келе жатыр. Оған президентке рахмет, бірақ соны сол қабылдаған депутаттар неге бір аузын қоспайды, кешіріңдер, ойбай, біз сол жерде бір қосы ақымақ нәрсені жасап қойып едік деп. Бізде әр уақытта жасалған іс сол жабулы күйі қаратта, оны кім жасаған ол айтылмайды. Сол уақытта мен ойлаймын да, ертең тағы да дәл сондай ақымақтық қайталанады. Себебі маңдайларына тимейді, жаңағыны жасаған адамдар үндемей отырып қалады. Осыны ұмытпайық. Екіншіден, жаңағы Қонаевтың ескерткіші туралы мен тағы да қайталап айтсам, бұған жауап беретін мәдениет және спорт министрлігі, соның комиссиясы, комиссияның басшысы. Осыны ұмытпаңыздар, қалайық, себебі солар өткізді осының бәрін. Егер жаңағыдай бір құсқынсыз өнер дүниелері келіп, халықтың ашу-ызасын, әйтсе сынын тудыратын болса, ол жауапты тек қана сол саланың, сол мәселеге жауап беретін комиссиядан іздеңіздер, соған жаңағы реніштеріңізді айтыңыздар. Үшінші, осы жерде айтып кетейін деп отқан, мен Қазақстанды көп араладым, соның ішінде бір жер бар, тамаша ескерткішке сұранып тұрған. Мен Батумидағы ескерткішті өрт таңғалдым, естеріңізде шығар, жаңағы ғашықтар екеуі бүйтіп жылжып кеп бірімен бірі қосылып кетіп, қайталап ашылып тұратын, оны талай мына әлеуметтік желілерде тұр ғой. Бізде Қорғалжында тамаша жері бар, Мәриям Жәгөрқызының, қазақтың дударына ғашық болған. Төбешік жақсы ескерткіш бар. Сол жерде қаңылтырдан бірдеңе тұр. Маған сол жерде азаматтар мынау Мәриям Жәгөрқызына арналған ескерткіш дегенде мен таңғалдым. Ол ескерткіш емес, ол бір не дейміз, кешіріңіздер, қоқыс бірдеме сияқты болып тұр да, мына жерге өзі сұранып тұр да, бұл бір жағы не дейміз, халықтың достығы, бір жағы махаббаттың ең жоғарғы деңгейі, қандай анау өлеңнің өзіне қойылған ескерткіш болар еді, Дудардың Дударайым деген өлеңнің ескерткішінің өзі тұр да, бірақ ол жерде ескерткіш жоқ. Астанадан 150 шақырым ғана жер, тамаша жер, өте тамаша. Менің қарным ашып қалды, сол жердегі ауданның әкіміне айтып кеттім, мына жерге тамаша бір ескерткіш сұранып тұр, мүмкін сіздердің деңгейлеріңіз емес шығар, бұл жалпы республикалық деңгейдегі ескерткіштер. Енді келесі бір тақырыбымызға көшейік, себебі қазіргі көп айтылып жатқан мәселе Бораттың мәселесі. Бұл жерде көзқарас әртүрлі, шындығында 70-80% ер тоқымын бауырына алып тулап жатыр. Борат Қазақстанды жамандады, жаман көрсетті деп, кейбіреулер Қазақстанның өзі сондай болса біз қайда қашып тұрамыз деп жатыр. Үшінші біреуі Борат оны Қазақстан емес, Американың не дейміз, азаматтарының ақымақтығын көрсеткісі келді. Осындай ел бар сияқты, біреулер бұл гротеск пен гипербола арқылы берілген өнер туындысы, ондай өнер туындысы мүмкін болуы керек деген сияқты мәселелерді айтып жатыр. Осыған өзіміздің бір ауыз пікірімізді айтып кетсек. Жалау мәселесін мен бір жалғастырып жіберейін. Жаңа Расулда сізде айттыңыздар ғой, неліктен осы кезінде осындай бап тыйым салынды, балконға ілуге болмайды. Дәл биліктің қандай себебі сылтауы болғанын білмеймін, бірақ бір практикалық ұсыныс айтайын. 2005 жылы біз Жармахан Тұяқбайдың бірегей кандидат болып ұсынылғанда командасында болдық, штабында. Сонда есімде Төлен Тоқтасынов деген белгілі қайраткер, депутат, үлкен азамат, қазақтың тұлғасы. Сол бәріміз бір сол штабта талқылаған кезде бір ұсыныс болды. Яғни 2005 жыл қаржы аз, мынау оппозициялық көңіл дәл қазіргідей емес, халық әлі де оппозициядан қорқатын кезі, яғни репрессияның кезі, Рахат Әлиевтің. Сол кезде бір ұсыныс болды. Меніңше сол Төлен айтқан сияқты, есімде жоқ. Мына орталық көшелерге шығып тұратын
балкондарға яғни біз сол Тұяқбайдың несін атын ілейік, өзіміздің өнімдерімізді ілейік, қасына туды іліп қояйық деген бір ой болды. Шынымен де жақсы идея. Өйткені қаншама адам тіпті өзінің үйіне де, мысалы ауылда тұрса, өзінің үйіне жаңағы дарбазасына, қақпасына, терезесіне, үстіне іліп қойса да болады ғой. Сондықтан меніңше осы жалауға, дәл осы балкондарға тыйым салу, меніңше сол кездегі бәлкім біздің ішімізде биліктің өкілдері болды ма, әлде соның бәрі естіді ме, сол болашақта бұл осы рұқсатты олар басқаша пайдаланып қалмасын. Мәселен, ертең тағы да бір президенттік сайлауға тағы да бір тұлға түсіп жатса, жалаудың қасына өзінің портретін іліп қоймасын, фамилиясын іліп қоймасын деген бір сондай бір технологиялық, саяси технологиялық тұрғыдан туған сияқты деп ойлаймын. Әйтпесе шынымен де несі бар, бұл жалауды әр адам өзінің үйінде, пәтерінде, балконында насихаттап жатса. Ал Боратқа келетін болса, онда мен ойым былай, енді оны біреу келісер, келіспес, жалпы өнер деген кино, өнер, әдебиет, оның ішінде жанрлар көп болады. Оны кез келген тұлға, кез келген автор оны пайдалану мүмкін, кейде өмірде жоқ мемлекеттердің аты аталуы мүмкін, бірақ дәл Қазақстанға осындай шүйлігі, ол ана Бораттың өзі жауап берді ғой. Мен ондай ойым жоқ деген сияқты. Бірақ қалай болғанда да бір нәрсе айқын. Біздің мына патриоттық сезіміміз, біздің отан сүйгіштігіміз, біздің жалауға деген құрметіміз осындай кезде оянып кетеді да, күрт оянып кетеді да, бәріміз патриот болып шыға келеміз, әлеуметтік желіде жалауымызды іліп қоямыз да, міне мен осы патриотпын дейміз. А егер сенің құқың тапталып жатса, сенің қандастарың Арон Атабек, Макс Бұқаев түрмеде жатса, оппозицияны қудалап жатса, жеңісіңді ұрлап жатса, тағы не, әлеуметтік құқың бұзылып жатса, саған пандемия кезінде мемлекет лайықты көмек бермей жатса, тағысын тағы, ол кезде біздің патриоттық сезім оянбайды. Меніңше бұл да үлкен сабақ, яғни ол Борат жалғыз емес, ертең Борат 3 шығуы мүмкін, 4 шығуы мүмкін, сол кезде біз тағы өре түргеліп, мен мемлекеттік туымды, жаңағы туды қадір тұтамын деп тағы да суреттерімізді ілеміз бе, әлде өзіміздің күнделікті билікпен байланысымызда, өзіміздің патриоттығымызды билікке деген талапшылдық сондай тұрғысынан дамытамыз ба? Меніңше ол үлкен ойланатын нәрсе. Енді осыдан естеріңізде болса, 15 жылдай бұрын сол Борат бірінші фильмі шыққанда, осындай қайта бір хайп болып еді. Айғай шығарып. Ол кезде енді қоғамның өкілдерімен қатар биліктің өкілдері, сыртқы істер министрлігі, біз бұны бұлай қалдырмаймыз, сотқа береміз, жауапқа тартамыз деген әңгімелер енді жауапқа тарту өзімен қалды, себебі ондай мүмкіндік жоқ. Жалпы Еуропа, батыс бұл Қазақстанның іші емес, ұнамаған адамды келіп соттай салу, басқа жағдайлармен санасуға тура келеді. Сондықтан о жағынан қолынан ешнәрсе келген жоқ, бірақ жаңа Боратқа керемет жарнама жасаған, керемет соны хайп жасаған, қайта өзіміздің билік сол кездегі былайша айтқанда қайта талғамы өте төмен, қызықсыз. Бірақ сол хайптан кейін мен мысалы өз басым ол фильмді тіпті байқамас едім. Көрмес едім, жаңағы жанжал болғаннан кейін әдейі қарап шықтым, бұл не екен дегендей дүние. Шынымен енді түкке тұрғысыз дүние. Ешбір. Оның ішінде Қазақстан жайында фильм бірінші Борат. Бұл Қазақстан жайында сол 1-2% ғана. Қазақстан жайында. Қалғанның барлығы бұл батыс жайында. Батысты мысқылдау, батысты келемеждеу, Америка құрама штаттарын келемеждеу, сол жайындағы фильм негізі. Қазір Борат 2-інде мен байқамас едім, бірақ мынау хайптан кейін қайта қарап шығуға тура келді. Өзіміз осы сұранысты жасап отырған бір жағынан. Былай қараса байқайтын дүние емес. Екінші Боратты бірінші Бораттан да ұсқынсыз, осындай сүйкімсіз, осындай бір нәрсе болып шықты. Сондықтан осы жағына біз назар аударатын болса, жоқ жерден хайп шығарудың меніңше жаңағыдай қажетті жоқ сияқты. Енді жаңағыдай әлемде Американың жалауын жағып жатқан күн ара көріп отырмыз. Ұлыбританияның символы патшайымын жаңағыдай келемеждеп отырған, барлығын сотқа беретін болса, сол Ұлыбритания сотқа бермей ме?
Америка құрама штаттары сотқа бермейме, мүмкіндігі тасып бара жатса. Бірақ енді осындай ақмақтар болады. Сол ақмақтардың жөнінде бәлкім сабасына да түсіру керек шығар. Бірақ қазіргі заманғы мүмкіндіктерді пайдалана отырып мен мына нәрсеге назар аударайын деп едім. Сол Борат фильм түсірген Саша Барон Коэн деген британдық комик, Британияның азаматы, сол түсіргенде енді біздің бірталай белсенділер келді де өздерінің ашу ренішін, наразылығын Америка құрама штаттарының елшілігінің алдында білдірді. Еш қатысы жоқ. Айдалада жатқан Америка қайда, Британия қайда, Америкаға қатысы жоқ. Бірақ осындай дүниелер хайптық. Екіншісі, сол Саша Барон Коэннің айтқаны, мен Қазақстанды келемеждегім келген жоқ. Оған жаңағыдай қаралауға тырысқаным жоқ. Бір ғана себеп, неге Қазақстан таңдағаным, себебі ол жайында ешкім білмейді. Американың, Еуропаның азаматтары үшін мүлде бір терра инкогнито сияқты беймәлім жер. Сондықтан осы атауды осы ел таңдағаным дегендей түсініктемесін берді. Бұл нені білдіреді? 30 жыл тәуелсіз ел болып келдік. Бұған дейін шенділеріміз, бастықтарымыздың барлығы бүгінде Қазақстан атаулыны бәрі әлемде жақсы біледі, таниды, сыйлайды, құрметтейді. Біздің жетістіктерімізге таңдайын қағады дегендей әңгімелерді естіп келдік, жеңге келгенде ешкім білмей шықты. Ал осындай проектілерге кезінде, экспо болсын, жаңағыдай Қазақстанның атын шығару болсын, имидждік саясат болсын, мен де сыртқы саясат саласында өзім жұмыс істегеннен кейін жақсы білем, сан миллиондаған доллар жіберілді. Қазақстанды таныстыру, халықаралық әлемде бір тұсауын кесу кезіндегі мынау көшпенділер фильмі сияқты 40 миллион долларды шашып жіберген. Басқа да дүниелер, Азияда сияқты. Нәтижесін көріп отырмыз, шын мәнісінде Қазақстанды біліп танып жатқан ешкім жоқ. Сондықтан қайта осы мәселелерде жаңағыдай бір науқаншылдық. Қайта осы жерде соның мамандары, жаңағыдай ескерткіштің мамандарына жол берілмейді шын мәнісіндегі. Нағыз творчестволық азаматтарға жол берілмейді жақсы фильмдерді. Өзіміздің ішімізде жаңағыдай мықты бір дарын иелері болса, елімізде еленбейді, сыртқа шыққанда жарқырап шыға келеді. Жаңағы Димаш сияқты мысалы, кезіндегі мынау режиссеріміз сияқты. Сондықтан меніңше қайта ойланатын дүниелер, гәп өзімізде жатқан жоқ па? Қазақстанды таныстыратын, мақтанатын дүниелеріміз көп. Жаңағы тарихымыз бар, табиғатымыз бар, көптеген жәдігерлеріміз бар, мәдениетіміз, керемет әуендеріміз бар. Соны жеткізу, сондай этно мәдениетімізді білдіру жағынан мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану. Себебі қайта мен олда имидждік материалдарды көрдім. Мысалы, Астана жайында бір клиптерді түсіру кезінде CNN-де шыққан, BBC-де шыққан, журналдарды шығару. Ол жерде қарап отырып, шетелдіктер қарайды, Астана не екен. Кілең анау зәулім үйлерді көрсетеді, заводтарды көрсетеді, жаңағыдай бір небоскрептарды көрсетеді. Шетелдің жаңағыдай азаматтар сұрайды, бізде де бұл небоскрептар бар. Бізде де заводтар бар. Бұнымен бізді таңғалдыра алмайсыңдар. Жетістік дегендеріңіз осы ма? Қазақтың жаңағыдай мәдениеті, қазақтың бірегей бір туындылары, даланың әсемдігі, осы дүниелер, табиғат сияқты дүниелер қайта мамандардың бұл мәселемен айналыспағанның тағы бір осындай аянышты көрінісі. Енді Расул саған толық қосылам, бірақ не дейміз, біздің Қазақстанның халқының 90% менің ойымша жағы Боратты қарғап сілеп жатыр әлде осы да. Менің ойымша бұл жерде бір қызық нәрсе бар да, баяғыда бір жер комиссиясында мен бір сөз айтқан уақыттарда жерді отан дейді, оны қорғау керек дейді, мен қорғамаймын, ол Кулагиннің жері, ол Сәрсеновтің жері деп бір-екі адамның атын айтқанмын, ол Терещенконың жері деп. Сөйтіп едім, Сәрсеновтің баласы маған сәлем айтыпты, неге досаға сөйтіп айтады, біздің жеріміз жоқ қой деп. Қазақта сезікті секірер дейді да. Біз өзіміз жаңағы Бораттың көрсеткен, не дейміз, шындыққа жуыспайтын мәселесіне біз ренжиміз да, шындығында да бізде сондай нәрсе бар сияқты. Біз өзіміз жаңағы сезіктеніп, өзіміздің бір, не дейміз, ешкімге көрсетпей отырған кемістігімізді Борат көрсетіп қойған сияқты болады да. Шындығында шетелдің комедиясының бағыты сәл-пәл бөлек. Ол біздің жаңағы кеңес үкіметі кезіндегідей комедиядағыдай интеллектуалды комедия болмайды. Байқайтын шығарсыздар сіздер, Американың комедиясының ең күшті эпизоды тортпенен біреудің бетіне басып қалса, тортпен ұрып жіберсе, соған бәрі ду күледі да.
Ал мен өз басым оған күлмеймін, ондай интеллектуал. Сондықтан Бораттың мен біріншісін көрдім, және біріншісін американдықтармен бірге оларды алып келіп, ұмытпасам 2004 жылы, 2003 жылы сол уақыттарда көрдік бәріміз отыр. Олар тек қана шеге қатып күліп, Американың ақымақтары осылай деп ойлайды. Борат осыны мазақтап отыр американдықтар деген сөзден басқа ешнәрсе естіген жоқ. Енді екіншіден, бірақ мешкей деген жақсылық емес дейді қазақ. Қазақстан деген атты неге алды деп біздер ашуланамыз ғой. Менің ойымша, бізде түкке тұрмайтын жаңағы киноларды айтып жатсың ғой. Ең соңғы менің көрген кином, ұмытпасам, Қозы көрпеш Баян сұлу болу керек, жаңағы шығарылған адам таңғалатындай, ашу-ызаны тудыратындай. Соған кеткен ақшаға Борат Қазақстанға келді деген жаңағыдай бір сайқымазақ кино түсірсең, ол одан да күшті болып шығатын болса, оны бүкіл Америка көретіндей болатын болса, мүлдем басқаша болады. Шындығында да бір жағынан қанша ашу-ыза болғанмен, Бораттың Қазақстанды белгілі бір жерде танымал қылды. Қазақстанды ол көрсетті деп жамандамайды, Қазақстан деген ел барын біліп қалды. Сондықтан менің ойымша бұл жерде де бір екі түрлі көзқарас бар. Және ең қызығы, кей уақытта мен әзілдеп айтам, Жириновскийді бір ай сайын шығарып тұрса екен эфирге деп. Жириновский жақсылап тұрып сөйлеген уақыттарда қазақстандықтардың бір оянады екен, біз кең деп бір жаңағы ашуланып, біз осы бір тамаша ел едік, мынау не деп отыр, мынау бір құтыртып отыр ғой деген сияқты. Сондықтан анда-санда бізге осындай бір не дейміз, су бір шелек үстімізге құйып қойғанда дұрыс сияқты. Енді тағы да өткен аптада болған жаңағы халықаралық біраз нәрселер бар, Қарабақтың мәселелері бар. Менің ойымша осыған әрқайсымыз бір ауыз пікірімізді қосайық деп едім мен. Қарабаққа қатысты ана жолда айттық, Расул да жақсы таратып айтты дипломат ретінде. Менің қосарым, осы аптада Газета.ру деген ресейлік ресми газет маған шығып сұхбат алды. Мен біраз жауаптар беріп едім, енді біраз қысқартқанмен, бірақ бір-екі сөзімді қалдырыпты. Олар осы Қарабақтағы, яғни екі мемлекет арасындағы оқиғаны, соғысты атап айтқанда, олар соны халықаралық деңгейге көтеріп, яғни түркі одағы, түркі бірлігі идеясын келтіріп, соны біраз қаужапты жаңағы ресейлік эксперттер, сарапшылар. Соның ішінде маған сұрақ қойғанда мен айтқанмын. Енді олар жауабымды толық берген жоқ, бірақ әйтеуір сол сөйлемді қалдырыпты. Мен айттым, сіздер өйстіп түркі одағы десе, түркі тілдес мемлекеттер десе, солардың ұйымдарын сынап шығасыздар, ал славянское братство, славяндардың бірлігі туралы, туысқандығы туралы айтылғанда неге соны ескермейсіңдер? Жаңағы русский мир дегенді айтқанда неге ескермейсіңдер деп жауап берген. Сондықтан бұл Қарабақ оқиғасын геосаяси мүдде үшін пайдалану, және де осы кезде ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарының осы оқиғаның, осы үлкен екі мемлекет, Армения мен Әзербайжан арасындағы осы үлкен соғысты, яғни адамдар құрбан болып жатыр ғой, соны өздерінің мемлекеттік, жеке мемлекеттік эгоистік керек болса, сол тұрғыда пайдаланудың бір мысал деп білемін. Сондықтан бізде осы жағына сақ болуымыз керек. Қазақта осы жерде, қазақ мемлекеті де, оның ресми органдары да, оның идеологиялық құралдары да дәл осы кезде өзінің ұпайын жібермей, қазақ мемлекетінің, оның қала берді түркі мемлекеттерінің мүддесін өте тиімді және керек десеңіз талантты ретімен қорғау керек деп ойлаймын. Әйтпесе осы Қарабақ оқиғасынан саяси дивидендтерді басқа мемлекеттер, яғни біздің ортамызға сынақ қаққысы келетін мемлекеттер алып кетуі мүмкін. Мен үшін бір сабақ сол. Енді Қарабақ жайында, оның себептері, салдары, бәлкім болашақтағы әсері жайында көп әңгіме айтуға болады, меніңше сағаттап. Мен тек қана бір жағына назар аударайын деп едім. Бұл тек қана қазір Әзербайжан мен Арменияның арасындағы соғыстың шеңберінен шығып, аймақтық, ғаламдық қауіпсіздікке, жалпы саяси жүйеге өзінің әсерін тигізіп отырғанын біз көріп отырмыз. Көп жылдардан бері, 30 жылдан бері Әзербайжанның айтқаны, Әзербайжанның Қарабақ өзінің жерін қайтаруға келгендегі барлық заңдық
ұмтылыстарының барлығын жоққа шығарған қазіргі осындай әлемдегі Ресей, Америка құрама штаттары, Франция сияқты елдердің әділдікке жол бермей, қайта сондай бір жымысқы басқа елдердің әрекеттерінің жетегінде кеткен, олармен диаспорасы бола ма, басқалардың жаңағыдай бір астыртын әрекеттері бола ма. Сол заңдастыру мәселесін сол елдің өзінен басқа ешкім шешпейтіндігі. Әлемдік кепілдеушілердің сөздері екі жақты үш түрлі жаңағыдай стандарттарға алып келетіндігі. Әзербайжан осы мәселені басқаға сенбей, тек қана өз күшіне сеніп шеше бастағаны мәселенің шешілімінің басталғанын көріп отырмыз. Екінші жағы, жалпы одақтастық деген түсініктің жаңадан енді біздің бір көзіміз жетіп келе жатқаны. Жалпы Қазақстан көбіне одақтастық деген мәселені бұрынғы Совет одағының елдерімен арада жасасып келді осы 30 жылда. Негізінен Ресей. Ол тәуелсіз мемлекеттер достастығы бола ма, ұжымдық қауіпсіздік кеңесі бола ма, Еуразиялық одақ бола ма. Бірақ шын мәнісіндегі бұл одақ болды ма? Үлкен секемім бар. Қайта осы ұйымдардың шеңберінде бір елдің екінші елге шабуыл жасауы, соның жерін тартып алуы, сол жерде ойран салуы, қантөгіс жасауы, осы ұйымдардың төңірегінде болған дүниелер, солардың тетіктерін пайдалана отырып, ал шын мәнісіндегі одақтастықты қазір біз Түркия мен Әзербайжанның арасында көріп отырмыз. Сол Түркия одақтас бауырлас Әзербайжан еліне қол ұшын созып келіп көмектесіп, сөзімен де ісімен де шын мәнісіндегі одақтастық, достық, бауырластық дегенді көрсетіп отыратын. Сондықтан меніңше осы Қарабақ оқиғасы бізге де бір сабақ болу керек. Қазақ еліне, қазақ жеріне біз үшін шынайы одақтастық кім? Қайта мысалы Арменияның артында кепілдеуші болып тұрған Ресей бүгін сол уәделерінен айнып отыр. Арменияны қолдаудан қашқақтап отыр. Өз сөзінде тұрмай отыр одақтас ретіндегі. Ал Түркия еш нәрсеге қарамастан сол өзінің уәдесінде тұратынын көрсетіп отырған ел. Меніңше біз енді Түркия жайында, түркі тілдес қауымдастық жайында айтып отырмыз. 200 миллион халқы бар. Осындағы одақтастық, осындағы ынтымақтастық мәселесіне біз ойда алып жүргеніміз меніңше маңызды сияқты. Мені қынжылтатын және ойлантатын бір мәселе бар да. Кеңес үкіметі кезінде біздің бәріміз ең туысқан ел болдық қой, бәріміз бір шаңырақтың астында, бір кеңес үкіметінің астында болдық та. Қазір осы 30 жылдан кейін қарап отырсаңыз, бірмен бір соғысуға көшкенбіз. Ресей мен Украинаның арасындағы соғыс, Армения мен Әзербайжанның арасындағы соғыс. Құдай Қазақстан достығын сақтасын дейік. Әр уақытта біз көршілерімізбенен жақсы қарым-қатынаста болып, әр уақыттарда жаңағы қазақ жерінде тыныштық сақталсын деп осы бүгінгі түсірілімімізді аяқтаймыз. Түсірілімге қатысқандар Әміржан Қосан, Расул Жұмағұл және мен Дос Көшім. Ауырмайық, коронавирустың жаңа толқыны келе жатыр деп дабыл қағып жатырмыз. Еуропада шындығында да 20 мыңнан 15 мыңнан адамдар ауырып жатыр. Ол індетті бізден бетін аулақ қылсын дейік. Әр уақытта дендеріңіз сау болсын. Кездескенше қош болыңыздар.